Сәлем достар. Біздің басты мақсатымыз өмір сүруді жеңілдету және жақсартуға көмектесетін пайдалы кеңестер беру. Бүгінгі тақырыбымызға сәйкес мына сұрақты қойғым келеді. Телефоныңыз сізге қызмет ете ме, әлде сіз оған қызмет етіп жүрсіз бе? Ендеше бұл сұрақтың жауабын видео соңына дейін тамашалап, бірге қарастырайық. Зерттеулер көрсеткендей, таңертең ерте телефон шұқылау назарды бөліп, миға қысым түсіреді. Бұл күні бойы өнімділік пен зейіннің төмендеуіне әкелуі мүмкін екен. Таңғы уақыт сіз үшін берілген ең үлкен сый. Бұл кезде адамның бүкіл ағзасы демалып, ең белсенді күйінде тұрады. Таңертең телефонды қолдану мидың жұмысына қалай әсер ететіні туралы зерттеулер мыналарды анықтаған. Бірінші, назарды бөліп, өнімділікті төмендетеді. Бұған ғылыми негіз мынадай. Таңғы уақыт ми үшін ең тиімді жұмыс кезеңі болып саналады, өйткені ол ұзақ демалыстан кейін қалпына келіп, жаңа ақпаратты қабылдауға дайын болады. Егер бұл уақыт телефондағы хабарламаларды, әлеуметтік желіні немесе электрондық поштаны тексеруге жұмсалса, ми бос ақпаратты өңдеумен айналысып, күнделікті маңызды міндеттерді орындау үшін энергиясы азаяды. Екінші, миға қысым түсіреді. Нақты механизмі мынадай. Әлеуметтік желі немесе жаңалықтарды оқу миды бір уақытта бірнеше шешім қабылдауға мәжбүр етеді. Не оқу, не жауап беру, ненің маңызды екенін анықтау. Бұл таңертеңгі таза күйдегі ми үшін ауыр тиеді және күні бойғы шығармашылық ойлауға теріс әсер етеді. Үшінші, стресс деңгейін арттыруы мүмкін. Таңғы уақытта телефон шұқылау, әсіресе жаңалықтар немесе электрондық пошталарды оқу арқылы, таңертеңгі бейбіт кезеңде күйзеліс деңгейін көтереді. Бұл туралы зерттеулер нәтижесі келесідегідей. Таңертеңгі күйзеліс деңгейі жоғарылаған кезде кортизол, стресс гормоны мөлшері көбейеді. Бұл мидың эмоционалдық және когнитивті аймақтарына әсер етіп, шешім қабылдау сапасын төмендетеді. Төртінші, көру қабілетіне кері әсері бар. Таңғы жарықта экранға ұзақ қарау көздің шаршауына әкелуі мүмкін. Көз бұлшық еттерінің демалуына уақыт берілмесе, бұл күн бойғы көздің ауырсынуына және құрғақтығына ұласуы мүмкін. Сонымен таңертең ерте телефон қараудың зиянын білдік. Ендеше ол туралы келесі ұсыныстарымыз бар. Өзіңізге қатаң талап қойып, таңғы сағат 9:00-ге дейін телефонды қолданбау ережесін енгізіңіз. Телефонды түнде қол жетімсіз жерде, мысалы, басқа бөлмеде, сақтаңыз. Таңды жоспарлау немесе кітап оқуға уақыт арнаңыз. Қағаз дәптерде жоспар жазу арқылы телефонға тәуелділікті азайтыңыз. Таза ауада серуендеп, жеңіл әрекеттер жасаңыз. Осындай қадамдар таңертеңгі уақытты тиімді пайдаланып, миыңызға демалу мен дұрыс бағытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Телефондардан шығатын көк жарық мелатонин гормонының өндірісін төмендетіп, ұйқыны бұзады. Бұл келесі күні шаршауға және көңіл күйдің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бірінші, көк жарықтың мелатонин өндірісіне әсері. Телефон, планшет және компьютер экрандары көк жарық шығарады. Бұл жарық миға күндіз екенін сигналдап, ұйқыға дайындық үшін қажет мелатонин гормонының бөлінуін тежейді. Мелатониннің рөлі. Мелатонин ұйқының табиғи реттеушісі. Ол қараңғыда белсенді түрде бөлініп, денені демалуға дайындайды. Егер бұл гормонның деңгейі төмендесе, адам ұзақ уақыт бойы ұйықтай алмай, ұйқысыздыққа шалдығуы мүмкін. Екінші, ұйқының бұзылуы. Телефон қолдану ұйқыға кету уақытын созады. Экрандағы жарыққа қарау мидың белсенділігін арттырады және ұйықтау режиміне өту процесін баяулатады. Зерттеулер нәтижесі мынаны көрсетеді. Телефонмен ұйықтар алдында 30 минут уақыт өткізу терең ұйқы фазасын қысқартады. Бұл фазаның бұзылуы ұйқының қалпына келтіру қасиетін төмендетеді, яғни таңертеңгі шаршау сезімі күшейеді. Үшінші, эмоционалдық және когнитивтік әсері. Әлеуметтік желілерді қарау немесе мазмұны ауыр хабарларды оқу стрессті күшейтеді және жүйке жүйесін белсендіреді. Бұл да ұйқыға кедергі келтіреді. Бұл міндетті түрде көңіл күйге әсер етеді. Ұйқы сапасы нашар болған жағдайда когнитивтік функциялар зейін, есте сақтау, шешім қабылдау төмендейді. Бұл жұмысқа өнімділіктің азаюына және көңіл күйдің нашарлауына әкеледі. Осылай келесі күнгі тірлігіңізге әсер етеді.
Бұл жайлы келесі ұсыныстарымыз бар. Ұйықтар алдында кемінде 1 сағат бұрын телефонды өшіруге немесе қарамауға тырысыңыз. Егер телефон қолдану қажет болса, көк жарықты азайтатын түнгі режимді қосыңыз, немесе арнайы көзілдірік қолданыңыз. Телефонды ұйықтайтын бөлмеден шығарыңыз. Бұл құрылғыға қолжетімділікті азайтады және ұйықтау жағдайын жақсартады. Осындай қадамдар ұйқы сапасын жақсартып, таңертеңгі өнімділік пен көңіл күйге оң әсер етеді. Күніне бірнеше сағат телефон қолдану стресс деңгейін жоғарылатып, эмоционалдық тұрақтылықты азайтады. Стрестің жоғарылау себептері. Телефонға жиі келетін ескертулер адамды алаңдатып, үнемі қолжетімді болуға мәжбүрлейді. Бұл жұмыс пен жеке өмір арасындағы шекараны бұзады, нәтижесінде эмоционалдық ауыртпалық артады. Әлеуметтік желідегі идеалдандырылған бейнелер мен оқиғалар өзін басқалармен салыстыруға итермелейді. Бұл мазасыздықты тудырады және өзіне деген сенімділікті төмендетеді. Телефон арқылы үздіксіз ақпарат ағымы миды шаршатып, шешім қабылдауды қиындатады. Адамдар бетпе-бет қарым-қатынастың орнына виртуалды байланысқа көбірек уақыт жұмсағанда әлеуметтік қолдаудан айырылады. Бұл жалғыздық сезімін арттырады. Телефонды көлік жүргізу барысында қолдану реакция уақытының 38%-ға төмендеуіне және апат қаупінің 23 есе өсуіне әкеледі. Реакция уақыты дегеніміз жүргізушінің жолдағы өзгерістерге, мысалы, аяқ астынан тоқтау, немесе басқа көлікпен қақтығысу қаупі, жауап беру жылдамдығын көрсетеді. Телефон қолдану жүргізушінің назарын бөлгендіктен жолға қарау, тежегішті басу сияқты қарапайым әрекеттерге жауап беру уақыты айтарлықтай баяулайды. Бұл көрсеткіш мас күйінде көлік жүргізуден де қауіпті болуы мүмкін. Телефон қолдану жүргізушінің көлік басқару қабілетін төмендетеді. Мысалы, жолға назар аудармайды немесе жылдамдықтың тұрақсыздығы. Көзі экранға бағытталады да жолды толық бақылай алмайды. Жол жағдайына емес, мәтінге немесе қоңырауға ойы бөлінеді. Жүргізушінің телефонды пайдаланғанда апатқа ұшырау ықтималдығы 23 есе жоғарылауы, хабарлама жазу, қоңырау шалу, немесе әлеуметтік желіні қолдану кезіндегі қауіптілікті көрсетеді. Тамақ ішіп отырып телефон қолданудың ас қорыту процесіне және артық тамақтануға әсер етуі ғылыми тұрғыда зерттелген. Бұл мәселе негізінен адамның назары мен тамақтану әдеттерінің өзгеруімен байланысты. Мәселені нақтылап түсіндірейін. Тамақтану кезінде телефон немесе басқа да экран құрылғыларын қолдану назарыңызды тамақтан бөліп, жейтін тағам мөлшерін бақылауды қиындатады. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, адамның назары тамақтан басқа нәрсеге ауғанда, мидың ас қорыту жүйесімен байланысы әлсірейді. Бұл асқазан сөлінің бөлінуін кешіктіріп, ас қорыту процесін баяулатады. Телефонды қолдану зейіннің тамақтан ауытқуымен қатар, адамдардың тамақ мөлшерін бақылау қабілетін төмендетеді. Мысалы, экранға қарап отырып тамақтанатындар әдетте тойғанын сезбей, артық тамақтануға бейім келеді. Сондай-ақ зерттеулер телефонмен тамақтанған кезде, адамдардың жоғары калориялы тағамдарды жиі таңдайтынын, және майлы немесе тәтті тағамдарға бейімділігінің артатынын анықтады. Тамақтану кезінде миға тойдым деген сигнал белгілі бір уақыт аралығында ғана жетеді. Телефон қолдану бұл сигналдың қалыптасуын кідіртеді. Сондықтан адамдар артық мөлшерде тамақтануы мүмкін. Бұл жөніне келесі ұсыныстарды айтқымыз келеді. Тамақтану кезінде телефонды сөндіру немесе басқа бөлмеде қалдырып, тамақтануға толық назар аудару арқылы тағам мөлшерін бақылауға болады. Әрбір жеген тағамның дәмі мен текстурасына назар аудару арқылы артық тамақтанудың алдын алуға болады. Бұл саналы тамақтану делінеді. Телефонсыз ортада отбасымен немесе достармен бірге отырып тамақтану пайдалы әдетті қалыптастырады. Осылай тиімді тамақтану мәдениетін қалыптастырыңыз. Бұл кеңестер телефонның ас қорыту мен тамақтану әдетіне тигізетін кері әсерін азайтуға көмектеседі. Егер мұндай әдетке назар аударылмаса, бұл мәселе ұзақ мерзімді салмақ қосуға немесе ас қорыту жүйесінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Қазіргі заманда жиі кездесетін әдеттердің бірі, алайда ол қарым-қатынастың сапасына теріс әсер етеді. Сөзімізді нақтылап түсіндірейін. Телефон қолдану адамның назарын сұхбаттасушысынан экранға аударады. Бұл әңгімеге толық қатыспау, көз байланысының жоқтығы сияқты мәселелерге әкеледі. Бұл әрекет әңгімелесушінің өзін елеусіз сезінуіне себеп болады, және оның қарым-қатынасқа деген қызығушылығын төмендетуі мүмкін.
Сұхбаттасушы адамның сізбен сөйлесіп жатқанда телефон қолданғанын көрсе, ол өзін екінші орынға қойылғандай сезінеді. Бұл қарым-қатынасқа деген сенімділікті төмендетіп, реніш тудыруы мүмкін. Телефонның экранына назар аударған кезде әңгіме тақырыбының мәні ұмытылып немесе дұрыс түсінілмей қалады. Бұл диалогтың сапасын төмендетіп, шешілетін мәселелерді кешіктіруі мүмкін. Олай болса, келесі ұсыныстарымызды айтамыз. Сұхбаттасу кезінде телефонды өшіріп немесе дыбысын сөндіріп, көрінбейтін жерге қойған жөн. Көз байланысы мен шынайы тыңдау арқылы сұхбаттасушыға деген құрметті көрсетуге тырысыңыз. Егер шұғыл жағдай болса, телефон қолдану керектігін алдын ала түсіндіріп, рұқсат сұраңыз. Бұл сіздің сыпайылығыңызды көрсетеді. Бұл мәселеге ерекше назар аударылуы керек, себебі ол жеке және кәсіби қарым-қатынастың сапасын анықтайды. Телефонсыз қарым-қатынас жүргізу қазіргі кезде маңызды дағдылардың бірі. Интернет қосулы кезде телефон үнемі деректер жіберіп қабылдайды. Бұл радиожиілік сәулеленудің белсенділігін арттырады. Бұл әсіресе әлеуметтік медиа, хабарландырулар және бейне ағындары секілді деректерді көп пайдаланатын қосымшалар ашық тұрғанда байқалады. Қазіргі ғылыми зерттеулер нақты бір нәтижеге келген жоқ, бірақ қауіпсіздік шараларын сақтау ұсынылады. Телефонды тікелей денеңізге жақын ұстамау, интернетті қажет кезде ғана қосу және радиацияның ықтимал зиянын азайту үшін басқа да қауіпсіздік шараларын қабылдау денсаулыққа зиянын азайтуы мүмкін. Телефондағы пайдасыз ақпараттарды оқу немесе тоқтаусыз лента айналдыру, мысалы, әлеуметтік желілерде мидың назарын бөлшектеп, бір нәрсеге шоғырлану қабілетін төмендетеді. Бұл зейінді терең бағыттауға қажетті когнитивті ресурстарды азайтады. Нәтижесінде қажетті тапсырмаларға жұмсалатын уақыт пен энергия кемиді. Шешім қабылдау қабілеті нашарлайды. Стресс деңгейі артады. Бір қарағанда 5-10 минуттық тексеріп шығу әрекеті күні бойы жинақталып, сағаттарға ұласады. Осының салдарынан маңызды істерге уақыт аз қалады. Статистика бойынша адамдардың көбі күніне шамамен 3-4 сағатын телефонында өткізеді. Оның көп бөлігі қажетсіз немесе артық ақпаратқа жұмсалады. Жылдық есептегенде, бұл шамамен 1200 сағат немесе 50 күнді құрайды. Телефондағы қажетсіз ақпараттарды үнемі оқу күнделікті мақсаттар мен жоспарларды орындауға кедергі жасайды. Ойлау қабілетінің құрылымын өзгертеді, себебі ми тұрақты түрде жылдам ақпарат қабылдауға үйренеді, дегенмен бұл ұзақ мерзімді тапсырмаларды орындауға жарамсыз. Мысалы, күні бойы электронды құрылғыларды пайдалану көп уақытты қажет ететін істерді аяқтау мүмкіндігін 30%-ға дейін азайтады. Олай болса, өз-өзіңізді тексеріп көріңіз. Телефонды орнымен пайдаланып жүрме екенсіз. Кеңесімізді қорытындылай келсек, телефонды дұрыс пайдаланбаудан келесі нәтижелер туындауы мүмкін. Бірінші. Телефонға тәуелділік. Телефон болмаған жағдайда мазасыздану немесе өзін жайсыз сезіну қазіргі кездегі жиі кездесетін психологиялық мәселелердің бірі. Бұл әлеуметтік оқшаулануға және өзін төмен бағалауға әкелуі мүмкін. Екінші. Көздің шаршауы және көру қабілетінің нашарлауы. Экранға ұзақ қарау көздің шаршауына және құрғақтығына әкелуі мүмкін. Бұл әсіресе оқушылар мен студенттер арасында жиі кездеседі. Үшінші. Арқаның және мойынның ауыруы. Телефонға ұзақ қарау мойын мен арқадағы бұлшықеттердің созылуына және ауырсынуға әкеледі. Төртінші. Өнімділіктің төмендеуі. Телефон арқылы жиі алаңдау зейіннің шашырауына және жұмыстың баяулауына себеп болады. Бесінші. Әлеуметтік қарым-қатынастардың нашарлауы. Қарым-қатынас кезінде телефонға назар аудару басқалармен байланыс сапасын төмендетіп, жақын қарым-қатынастарды әлсіретеді. Алтыншы. Балалардың дамуындағы кері әсерлер. Телефон қолдануды бақылаусыз қалдыру балалардың тілдік, әлеуметтік және эмоциялық дамуына кедергі келтіруі мүмкін. Жетінші. Ақпараттық шамадан тыс жүктеме. Шексіз хабарламалар мен жаңалықтар ағымы мидың ақпаратты өңдеу мүмкіндігін төмендетеді. Бұл стресс пен депрессияны тудыруы мүмкін. Сегізінші. Қаржылық шығындар. Танымал ойындар, қосымшалар немесе интернеттегі жарнамалар арқылы артық шығындалу мәселесі жиі туындайды. Телефон құрал ғана,
Оны сіз басқаруыңыз керек, керісінше емес. Бос уақытыңызды кітап оқуға, спортқа немесе отбасыңызбен уақыт өткізуге арнаңыз. Телефоныңызды дұрыс пайдалануға арналған бір ғана әдетті бүгіннен бастаңыз. Жақындарыңызбен бөлісіп, телефонды дұрыс пайдалану дағдысын қалыптастырайық.